Баршаңызға қайырлы күн достар. Бір жасағынан сәтті шығатын өте дәмді қытырлақ форс жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Дайын ыдысымызға 2 жұмыртқамыз жарып салып аламыз, және оның үстіне шай қасықтың ұшымен кішкене тұз саламыз. Және де 2 ас қасық болатындай қант саламыз. Және мен ванилин салатын боламын, бірақ бұл міндетті емес. Ұнатпай жатсаңыз, қолданбасаңыз да болады. Және 2 ас қасық сүт құямыз. Енді осылардың барлығын блендшіктің көмегімен жақсылап толыққандай ерігенше араластырамыз. Сонымен қатар електен өткізіп ұнымызды саламыз. Бұл жерде шамамен 230 граммдай ұн. Ұнды салған уақытта барлығын бірден сал жібермейміз. 2-3 бөлікке бөліп сала отыра қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ болып шығу қажет. Мінекей осындай жұмсақтықта шығады. Енді осының бетін пищевой пленкамен немесе мешочекпен жауып 15 минутқа қоямыз. Содан соң қамырымызды жаятын боламыз. Қамырды мен 2-ге бөліп жаямын. 2-ге бөлмей-ақ бір қамырды толықтай жайсаңыз болады. Және қамырды жаярдың алдында кішкене ұн сеуіп жаятын боламыз. Және қамырдың қалыңдығы жұқа болып шығу қажет. Бірақ мен қатты жұқа қылмаймын, себебі маған кішкене қалыңдау болған форс ұнайды. Мінекей осындай қалыңдықта жайып аламын. Егер қалыңдау болған ұнатпасаңыз, онда жіп-жұқа қылып жайсаңыз болады. Мінекей осындай арнайы қамыр кескішпен кесемін, немесе пышақпен кессеңіз болады. Барлық қамырымызды дәл осылай кесіп аламыз. Содан соң табамызға сұйық май құйып жақсылап қыздырамыз. Майымыз қызған уақытта осы кесілген қамырымыздың бір шетінен аламыз, және де шанышқы қажет болады. Осындай шанышқыны видеода көрсетілгендей қылып, шанышқыға қамырымызды ораймыз. Яғни мен форстың формасын спираль тәріздес қылып шығаратын боламын. Осылай майға салған уақытта бірден біздің форсымыз қуырыла кету қажет. Шамамен біздің форсымыз 50 секундта қуырылатын болады, бірден қызарады. Негізі форс бірден тез піседі. Сол себепті көп майға салып қоймаңыздар. Салған уақытта бірден қызару қажет. Егер сіз бұрын соңды форс жасап көрмесеңіз, онда арнайы қамырды осылай спираль тәріздес қылмай 2-3 бөлікке кесіп салсаңыз болады. Солай ыңғайлақ болады. Немесе осылай видеода көрсетілгендей жасасаңыз да болады. Бұл да бір оңай әдістердің бірі. Барлық форстарымызды дәл осылай жасап шығамыз. Майға салған уақытта біздің қамырымыз ашылып, кішкене ыңғайсыздық тудыруы мүмкін, бірақ уақыты өте келе осылай жиналып, әдемі түске айналады. Мінекей достар, осымен форс дайын, өте дәмді қытырлақ болып шығады. Қалауыңызға қарай бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Бұл да бір ерекше тәтті дәм беріп тұрады. Форс негізі тез жасалатын тағамдардың бірі. Кешкі шайға міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видео рецепт азда болса ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыз.